Ассалаумағалейкум жігіттер. 30 жастағы ойланатын кейбір сұрақтар Марғұлан ағаның схемасы. Егер осы саған таныс болатын болса, сен демек өзіңнің орныңда емессің. Жеңіл бір андай добыча болып көрінгеннен кейін қыздар саған солай қарайды. Сол қанша ақша керек саған негізі. Солай болып көрінесің. 15 күндік сабақ болады. Соған қатыссаң болады. Толық ақпарат ол төменде болады. Ассалаумағалейкум жігіттер, каналға қош келдіңдер. Бүгінгі видео бір бауырымыздың инициативасымен дейміз ба, яғни сол 20 жаста жігіт болса да үлкен сұрақтар қойып отыр. Қалай мен болашақ жарымды таңдаймын, өмірде вообще не істеймін мен, қайда барамын, не қыламын деген сияқты бір 30 жастағы ойланатын кейбір сұрақтарды қойып отырды бір жігіттер. Сондықтан осыған да бір жауап беру керек деп ойлаймын. Өйткені қыздар туралы уже біз көп айттық. Бұл тақырыпта қыздар айтылмайды деген сөз емес, айтылады. Бірақ қыздардан бөлек егер шынымен қыздарды қаратқың келетін болса, негізі қыздар туралы зерттеп, қыздар туралы ойлап, оны бүйту керек екен, сөйту керек екен деген нәрсемен қатты қызығудың керегі жоқ жігіттер. Жаңа сияқты үлкен сұрақтар қоятын болсаң, қыздар өздері қарайтын болады. Не үшін? Өйткені сенің руханиятың бай болады, руханияты бай адамда ақша да болады, ресурс та болады, адам да болады деген сияқты. Сондықтан қыздар кімге қарайды дегенде бірінші іші толған адам қарайды да. Ішінде былық болып өз-өзін не істерін білмей, қайда барарын білмей, 2 жылдан кейін не істейтінін білмейді, 1 жылдан кейін не істейді, ертең не істерін білмей, шатасып жүрген жігіт болатын болса, ондай жігіттерді ресурс ретінде пайдаланып, ақшасын алып, керегін алып, содан кейін қыздар жоқ болып кетіп жатады. Сосын ренжиді, қыздардың бәрі бұзылған, андай мындай деген сияқты. Негізі қыздардың бәрі бұзылмаған, просто сен сондай болып көрінесің. Жеңіл бір андай добыча болып көрінгеннен кейін қыздар саған солай қарайды. Сол үшін сенің сұрағыңа байланысты сенің қандай мақсатта, қандай ойда жүргенін білуге болады. Бір жігіттер маған қызды, мынандай жігітті қайда шақырамын, мына қызды қайда апарамын, не әперемін, не айтсам деген сияқты сұрақ қойса, значит ол жігіт әлі төмен дәрежеде жүр деген сөз. Ал мен қайда болып, қайда барамын, кім боламын, не істеймін, өзім таппай жүрмін, бүйткім келеді, сөйткім келеді, мен үлкен ортаға барғым келеді деген сияқты сұрақтар, ол уже жігіт ойланып жатыр деген сөз. Яғни ол жігіттің болашағы бар, Құдай қаласа. Сондықтан ойланған адамға қарап қуануға болады. Ойланбай жүрген жігіттер олар апасян негізі. Ойланбай болса болады, болмаса көреміз, әлі жаспыз ғой, көреміз ғой деген сияқты оймен жүрсең, жігіттер, онда ол сигнал. Сол үшін қазір 3 мәселені айтамын. Осы 3 мәселені толық түсініп ал, видеоның соңына дейін қара. Өйткені рет-ретімен түсінбесең, бұл не айтып кетті деген сияқты бір түсініксіз нәрсе болып қалуы мүмкін. Бірінші мәселе, жігіттер, барлығымыз адамды Алла Тағала жаратқаннан кейін бәріміздің миссиямыз бар. Сен бір келдің, біреу мысалы видеограф болып жүр, біреу блогер болып жүр, біреу қазір министр болып жүр, біреу әкім, біреу президент деген сияқты. Әр адамның өзінің бір миссиясы жүр. Әркім өз орнында болған кезде оның жолы ашылады, оның бір үлкен істерге мақсаты ашылады, үлкен бір істерді атқара алады деген сияқты. Яғни әркім өз орнында болған кезде ғана. Енді сен қазір өз орныңда болмағаннан кейін, сен өзің не істеріңді білмей жүргеннен кейін, ана жұмысты істеп, мына жұмысты істеп, ағам өзіне көңілің толмай, анаған көңілің толмай бір өмірден шаршап жүрсең, значит сен өзіңнің орныңда емессің. Содан кейін сенде тестостерон төмен болады, содан кейін сенде депрессия болады, содан кейін сен жата бергің келеді. Содан кейін саған ешнәрсе қызық болмайды. Содан кейін саған тек қана TikTok қарап, видео жатқан ғана саған бір кайф әкеледі, немесе ұйқы ғана кайф әкеледі. Осы саған таныс болса, яғни мен осыдан өткем, содан кейін айтып жатырмын. Егер осы саған таныс болатын болса, сен демек өзіңнің орныңда емессің. Сен басқа бір нәрсені істеп жүрсің, немесе бас емес мақсат қойып алып, қиялдап қуып жүрсің деген сөз. Содан кейін саған қыздар да қарамайды. Өйткені қыздарға да четкий жігіттер ұнайды. Четкий мақсаты бар, четко қимылдайтын, не істеу керек екенін білетін жігіттер ұнайды. Сол үшін сен ондай жігіттің қатарында болмасаң, бауырым, ренжіме, қыздар саған қарамайды. Сол үшін бірінші очередте сен өзіңнің миссияңды, мақсатыңды анықтап алу керексің. Мақсат деген нәрсе бұл өмірден алатының, машина, көлік, үй, қыздар деген сияқты, ол сен мақсатың, күнделікті қолданыста болатын нәрсе. Миссия деген бұл өмірге сенің беретінің, осы екі нәрсені анықтап алу керек. Сен өмірде бір үлкен нәрсеге жеткің келеді, арманыңды білгің келеді. Өзіңнің не армандайтын кейбір адамдардың армандары жоқ мысалға. Сондықтан арманыңды анықтап білу үшін сен өзіңе қанша ақша керек екенін жазу керексің қазір. Бұл менің схемам емес, ойлап тапқан емес, бұл үлкен Марғұлан ағаның схемасы. Өзіңе қанша ақша керек екенін анықта. Оны қалай анықтайсың? Ол үшін сен өзіңе не керек екенін жазасың. Яхта, парашют, пароход, вертолет, машина, майбақ, не керек саған? Үй, қай жерде, қай қалада, қандай деген сияқты. Осы мәселенің бәрін сен толық жазатын болсаң, сен примерно түсінесің қанша ақша керек саған негізі. Осы ақша қанша ақша керек екенін анықтағаннан кейін сенде уже мақсат пайда бола бастайды. Демек сен уже білесің не істеу керек екенін. Бұл ақшаны сен қазіргі өзің істеп жүрген жұмысыңда жүріп таба аласың ба? Таба алмайсың ғой, значит сен жұмысты ауыстыру керексің, басқа жағын көру керексің, басқа варианттар іздеу керексің деген сияқты. Өсу керексің, Демек осы ақша цифра шыққаннан кейін сен уже мақсатың айқындала бастайды, қимылдай бастайсың. Өйткені бұл жерде де анықтап алатын нәрсе бар, жігіттер. Телевизордан көріп алып, бір блогерден көріп алып, ой, маған ана блогер сияқты өмір сүргім келеді, маған да сондай 3 машина керек, 4 машина керек деген ол қате жігіттер. Мүмкін саған керек емес болуы мүмкін. 2 әйел, 3 әйел алып, ой, қыздардың арасында бүйтіп жүру саған мүмкін керек емес. Бір әйелмен де бір қызбен де сен бақытты өмір сүруің мүмкін. Сол үшін осы нәрсенің бәрін басын анықтап алу керек. Егер бұл нәрсені мен білмей жатырмын, мен анықтай алмаймын, бұны білмеймін десең, алда бізде 15 күндік сабақ болады. Соған қатыссаң болады, толық ақпарат ол төменде болады. Қазір сабақ жалғастыра берейік. Демек осы мәселелерді сен анықтап ал. Мақсат, миссияңды анықтап ал, сосын саған қанша ақша керек екенін анықта. Өйткені ақша цифра шыққаннан кейін сен білесің уже. Мына жұмысты ауыстыру керек, или былай қимылдау керек, бүйту керек, сөйту керек деген мәселе
анықталуға бастайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші, қыз таңдау мәселесінде, енді сен ақшаңды анықтап алдың, материалдық дүниелеріңді примерно біліп алдың, не керек екен. Енді әйелі керек қой саған. Сен өзің жалғыз оның бәрін кайфты өзің сүрмейсің, саған қасыңа әйелің болу керек, бала шағаң болу керек. Демек саған қыз керек. Енді осы қызды қалай таңдаймыз деген мәселе бар. Осы жерде де үлкен тақырып бар. Бізге қалай үйретті? 4 нәрсеге қара, иманына қара, біліміне қара деген мәселеміз уже тойып қалдық оған, Шынымен де иманды қызды таңдау үшін оған сен белгілі бір дәрежеде иман керек саған. Оны көре алу үшін шынымен де иманды ма ол или өтірік орамал тағып жүрген қыз ба деген мәселе. Немесе орамал таққан қыздардың бәрі иманды болып санала ма, саналмай ма, оны да біз білмейміз. Орамал тақпаған қыздардың бәрі имансыз, олар жаман деп те айта алмайсың. Сол үшін бұл мәселеде сәл бір үлкен ақыл керек. Сондықтан мына нәрсені қазір қысқаша түсіндіріп кетейін. Әр адам жаратылған кезде фитрат деген нәрсе болады. Оны да мен сол сабақта түсіндіретін боламын. Бұл үлкен тақырып жігіттер. Фитрат деген нәрсе қалай? Мысалға, енді цифрмен түсіндірейін. Менің фитратым мысалы 10 миллион теңге да. Мен мысалы 10 миллион теңгеге потенциалым бар. 10 миллион теңгеге өмір сүре аламын. 10 миллион теңгеге мен айналамды жасай аламын. 10 миллион теңгеге менің былайша айтқанда потенциалым жетіп тұр да, емкістің. Ал мен енді бір қызға қарап жүрмін, ол қыздың фитраты оказывается 10 миллиард екен да. Ол шетелде, Дубайда өмір сүргісі келеді, ол бүкіл әлемді аралағысы келеді, ол Илон Маскпен араласқысы келеді да, а маған Алматыдан шыға алмайын да. Мен осы Алматыда өмір сүргім келеді. Өйткені мен потенциалым 10 миллион теңге да, а оның потенциалы 10 миллиард теңге да. Екеуміздің фитратымыз екі түрлі. Ол мына жақта тұр, а мен мына жақта тұрмын да. Енді қара, екеуміз танысып сөйлесіп кетуіміз ол вероятность бар. Біздің техникаларды қолданып, танысу, анау мынау дегендерді үйреніп алсаң, сен таныса аласың, ондай қыздармен сөйлесе аласың. Бірақ сол қызбен сен тұрып кететін болсаң, допустим, жүретін болсаң, или болмаса екеуің үйленетін болсаңдар, үлкен істер істейтін қызды не істейсің, сен құртасың, артқа тартып. Или наоборот, ол сені жоғарыға тартады да, ол сені құртады. Сөйтіп екеуің быт-шыт боласыңдар да, бір жылдан кейін ажырасасыңдар. Екеуің соттасасыңдар, қырылысасыңдар, білмеймін, быт-шыт болады. Бізде қазір Қазақстанда қарасаң, статистика бойынша біз әлем бойынша 105 мемлекеттен екінші орында жүрміз ажырасудан. Демек, біздің фитраттарымызды адамдар таппай жатыр деген сөз. Вероятность көп, ертең сен де үйленген кезде дұрыс емес қызды таңдап қалып, Құдай сақтасын, екеуің екі жаққа кетіп қалу шанстарың бар. Сол үшін жігіттер осының басын ашып алу үшін адам өзінің фитратын біліп алу керек, өзінің арманын біліп алу керек. Менің емкістім қандай, мен не нәрсені қалаймын, қанша жерге дейін мен бара аламын. Вот осыған сай өзіңнің тең-теңмен дейді ғой қазақтар, тең өзің теңіңді дұрыс табатын болсаң, Құдай қаласа сен ажыраспай өмір сүресің. Қалғандар ажырасып, қырылысып, неше түрлі нәрсе болып жатса да, мына заманда сен өз теңіңді тауып ажыраспай өмір сүресің. Сол үшін сен мына фитрат деген нәрсені түсініп алу керексің. Ол материалдық дүниемен өлшенбейді фитрат деген. Мен просто цифрмен түсінікті болу үшін айтып жатқаным, мысалы, мен цифрым 10 миллион, ананікі 1 миллиард. Или керісінше, сен 1 миллиардқа өмір сүретін, сен әкім болатын, сен министр, президент болатын, үлкен бизнесмен болатын жігітсің, бірақ сен кішкентай фитрат төмен қызды алып алдың да 5 миллионға өмір сүретін. Болды, енді ана қыз сені артқа тартады. Бармай-ақ қой, істемей-ақ қой, не істейсің, ол болмай қалады, айттым ғой деп сен үлкен сен өміріңді, жарқырап тұрған өміріңді артқа тартып, сені не істейді? Жоқ қылады. Сен тағдырыңды быт-шыт қылады. Сөйтіп сен алкоголик болып кетуің мүмкін, наркоман болып кетуің мүмкін. Неге? Өйткені сен өзіңнің миссияңды орындамай жатсың. Басында айтқандай, мынау өйткені фитрат төмен қызды алып алдың да, екеуің қырылысасыңдар енді. Или сен оны өзің жоғарыға тартқың келеді, ол жақта құтырады, ана жаққа шығып алады да, есірет жынды болады. Өйткені оның фитратына келмейді ол. Өйткені ол ондай бай, үлкен өмірге ол лайық емес, дайын емес ондай қыз. Сол үшін бұл жақсылықты түсініп алу керек. Демек, қыз таңдау мәселесінде ол тек қана иманына қара, орамал таққан, орамал тақпаған, құндылықтары деген мәселе жақсы, дұрыс, бірақ мына мәселені түсініп алатын болсаң, сен қыз таңдауда қателеспейсің. Бұны да біз сабақта толық түсінеміз. Үшінші мәселе ол орта. Сен дұрыс ортада болмасаң, жігіттер, бесполезно. Сен фитратың үлкен болсын, кішкентай болсын, сен мына тақырыптың бәрін дұрыс түсініп ал, ол бесполезно. Егер сенің ортаң сені қысып тұратын болса, бітті. Сенде ешқандай шанс жоқ. Сол үшін жігіттер ортаны өзгерту керек. Мұхаммед жаңағы айтады ғой, Кореяға барған кезде кәрістерден де қатты жұмыс істейтін қазақ жігіттерді көрдік дейді да. Қазақтар бірақ кәрістерден де озып, кәрістің істемейтін тірлігін минуттап тұрып, қазақтың жігіттері өзгергенін көрдік. Неге? Өйткені ол ортасы сондай да, кәрістермен конкуренцияда жүр. Немесе жаңа Америкада жүріп, жаңа ағылшындардан озып жатқан жігіттер бар, Илон Масктың қасында жүріп, небір шетелдік фирмаларда жұмыс істеп жатқан қазақтың қыздары, жігіттері бар. Неге? Өйткені орта сондай, конкуренция мықты да. Сол үшін жігіттер, қыздар озып жатыр деген сөз. Ал біздің орта қандай? Сен жүрген ортаң қандай қазір? Сен артқа тартып отыр ма? Күнде сенімен жолыққан кезде, брат, отыра сал, қоя сал деп бір-біріңе болмайтын прикол жіберіп, ыржың-ыржың бір бос әңгіме айтып, қылтың-сылтыңмен жүрсеңдер, онда бауырым ренжіме ешкімге. Ертең қыз қарамай жатса, ертең сенің вообще жолың болмай жатса, ренжіме. Ал егер сенің ортаң сені өсіріп, қимылдайық, бүйтейік, сөйтейік, мына проектті көрейік, ана проектті көрейік, ақша табайық, өсейік, шетелге шығайық деп жатса, онда әңгіме жоқ. Ол жақсы орта, Сол үшін осы ортаны анықтап алу керек. Өйткені айтады ғой, 5 адамның 6-шы сен боласың, 5 миллионермен жүрсең 6 миллионер сен боласың, 5 алғашпен жүрсең, Құдай сақтасын, 6-шы алғаш сен боласың. По-любому ол тартады сені орта. Сол үшін ортаң сені либо шектеп қысады, либо сені өсіреді. Сондықтан жігіттер осы 3 мәселеге өте сақ болу керек. Осы мәселені толық бір қарап алу керек. Біздің енді мынау сәл күрделілеу тақырып болуы мүмкін біздің аудиторияға. Қыздарды айтып жүріп, қазір не айтып кетті деген сияқты. Бірақ бұның ішінде қыздар да бар ғой, қарасаң. Бұның ішінде қыздар да бар. Сен даже орта деген мәселеде сен қандай қыздармен араласып жүргеніңді қарасаң болады.
сенен ақша сұрап, чайковать етіп, бір ананы әпере саш, мынаны салып жібере саш, бүйте саш, сөйте саш деп сен пайдаланатын қыздармен жүрсің ба? Жоқ, наоборот, саған көмектесетін қыздармен жүрсің ба? Бұл да сенің ортаң ғой. Сол үшін осы мәселелерді, үш мәселені толық бір анализ жасап өткізіп көр өзіңнен. Өйткені ойланбайтын адам басында айтқандай, ойланбай похуй, болса болар, көреміз ғой деген сияқты жеңіл жүрген адамдар, олар ешқандай жеңіл өтіп кетеді өмірден, байқалмай өтіп кетеді. Ал ойланатын адамдар, олар бірдеңе істейді. Олар өте ойланып, бір әркім іздеген табады дейді ғой, сондықтан дұрыс нәрсені іздеу керек, дұрыс ортада болу керек, және өзіңнің ішіңдегі потенциалыңды, фитратыңды анықтап алу керек. Өйткені оны сен анықтамасаң, көп жерде өмірден ол үшін алда болам десең, озам десең, бір үлкен мақсаттарға жұмыс істеймін десең, жақсы ортада болам десең, жақсы фитраты үлкен қыздармен араласып, сондай бір таза текті ұрпақ дүниеге әкелем десең, қазірден бастап 20 жастан, 15 жастан, 16 жастан бастап ойлану керек. 35-ге келіп ойбу, менің өмірім бәрі өтіп кетті ғой деп басында қасып отырған енді кішкене қиындау болады. Ол бітті, сен 35-ке келген сенде шанс жоқ деген сөз емес, шанс бар, любой кезде болады, бірақ ертерек қимылдасаң, ертерек үлкен жетістікке жетесің деген сөз. Сол үшін бұл видеоның астына біз қазір ссылка қалдырамыз, телефон қалдырамыз ба, сол жерде осы болатын 15 күндік фокус группамызда сабағымыз болады, курс болады. Сол жерде осы тақырыптардың басы тереңнен ашылады, бұрын айтылмаған тақырыптар айтылады. Сондықтан қатысам деген, көрем деген, өмірімді өзгертем деген жігіттер болатын болса, есігіміз ашық, хабарласыңыздар. Толық ақпарат сол жерде беріледі. Өзіңнің жаның ашитын, өзіңнің бір жақсы жолдасың, досың болатын болса, осы видеоны жіберіп қой, ол да көрсін, ойлансын. Өйткені ойланбаған адамнан еш нәрсе шықпайды, жаңа айтамыз. Сол үшін жігіттер видеоға қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңдар. Өйткені бір-бірімізді қолдау арқылы біз өсеміз, жақсы орта қалыптастырамыз, дамимыз. Келесі кездескенше.